Енді жалпы қазақта мынандай сөз бар ғой, адамның күні адаммен деген сөз бар. Адамның күні адаммен. Қоғам болғаннан кейін Алла тағала адам баласын бір-біріне мұқтаж етіп жаратқан. Яғни адамсыз адам не істей алмайды, күн кеше алмайды, өмір сүре алмайды. Яғни қай бір адам болмасын, қандай адам болмасын, ол басқа адамдарға тәуелді екені баршамызға белгілі. Енді осы адамның шер тарқатып, мұңын шағатын, ойнап күліп, көңіл көтеретін, әрбір істі ақылдасатын, кеңесетін, қуанышы мен қайғысын бөлісетін адамға дос қажет. Бүгінгі тақырыбымыз сол ізгілермен дос болу жайында, жалпы достық жайында болмақ. Сондай достардың ішінде жаңағы айтып кеткендей, қайғыңды бөлісе алатын, қуанышыңды бөлісе алатын, жаңағы ішіңдегі мұң-мұқтажыңды айта алатын әрбір адамға не керек? Дос керек екен. Сондықтан да жақсы достың әрбір адамға өмірде беретін нәрсесі көп. Және өмірде не істейді? Орасан зор өзінің бір орнын әрбір адамға жақсы дос не істейді? Әрбір адамның өмірінде сол өзінің керекті орнын алады. Енді осы біздің дініміз исламда осы дос таңдау мәселесіне не істейді? Қатты қарайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде адам өз досының дінінде. Сондықтан әркім достарының кім екеніне мән берсін дейді. Әрбір адам өзінің досының дінінде, кімнің досы қандай екеніне не істесін? Мән беріп қарасын дейді. Расымен де адам баласының жаңағы мінез құлқының қалыптасуына араласатын ортасы, яғни достары өте көп не істейді? Өзінің бір үлкен орасан зор әсерін тигізеді. Себебі сол досының бойындағы жақсы қасиеттер болса, ол жақсылығын сіңіреді, жаман қасиеттері болатын болса, сол жамандығын да не істейді? Қоршаған ортадан, қоғамнан адам не істейді? Өзіне сіңіре бастайды. Енді досы нашар болатын болса, міндетті түрде не істейді? Қазақ айтады ғой, сынықтан басқасының барлығы жұғады дейді. Сол сияқты жаман достың мінезі, оның бойындағы жамандықты бірте-бірте адам өзінің бойына қалай сіңіріп алғанын байқамайда қалады. Ал енді иманды, тақуа, Алла тағаланы таныған досты, жаңағы сондай бір бойында игі қасиеттер көп бір досты таңдаған болсаңыз, ол досыңыздан ешқашан істемеңіз, айырылмаңыз. Өйткені оның бойындағы барша игі қасиеттері, жақсылықтары күндердің бір күні не істейді? Сіздің бойыңызға сіңетіні анық. Суфиян ас-Саури осы достыққа қатысты адамның әдепсіздігіне немесе ізгілігіне достан артық әсер ететін ешкім жоқ дейді. Адамның әдепсіздігіне немесе ізгілігіне достан артық әсер ететін ешкім жоқ дейді. Адам біраз жасқа келгеннен кейін, бала күнінде енді ата-анасы оның тәрбиесіне, қалыптасуына қаншама деген әсерін тигізетін болса, өскеннен кейін, жаңағы буыны қатқаннан кейін шешімді өзі қабылдай алатындай дәрежеге жеткен уақытта адам баласын естиді екен, осы достарының қоршаған ортасының әсері өте орасан зор болады екен. Алла тағала қасиетті Құранда былай деп айтады: «Я юхалладина аману тақуллаха ва куну мa'ас-садиқин». Ей иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Сол сияқты Ахзаб сүресінде айтқандай, Алла тағала: «Минал муъминина риджалун садақу ма ахадуллаха алейх». Мұъминдердің арасында Аллаға берген уәделерін шындыққа шығарған нағыз еркектер бар деп осындай аяттармен не істейді? Яғни достықтың маңыздылығын осы аяттармен бекітеді. Кез келген адам өзінің айналасындағы достарымен және араласатын адамдар арқылы не істейді? Танылады. Достары арқылы, жаңағы араласатын адамдары арқылы танылады. Жаңағы қазақта сөз бар ғой, аққа құдай жақ деп жатады.
Енді ақ адам, дұрыс адам, бойыңызға жақсы ізгі қасиеттерден сіңірген адам болсаңыз, сіздің айналаңыздағы досыңыз да міндетті түрде сондай болады. Жаңағы ортаңыз, өзіңіз нашар болсаңыз, күнәға, жаманшылыққа әрдайым құмартып тұратын, соған бір құмартып тұратын адам болсаңыз, сіздің айналаңыздағы досыңыз міндетті түрде сондай не болады, орта болады. Яғни адам өзі қандай болады, сол ортаға барып жабысады. Сол себепті жаңағы сол орта, оның сол жақсы болса жақсылығын ашады, жаман болса жаманшылығын паш ететін болады. Сол себепті адам ортасын дұрыс таңдау өте маңызды. Мәселен, сол жахилия дәуірінде пайғамбарлыққа дейін, сол қараңғылық уақытта болған сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ізінен еріп, соның арқасынан еру арқылы нағыз жаңағы кемел мұсылманшылыққа жетті. Мінездерін туралады, көркемдеді, өте бір мұсылманға тән болған сипаттарға ие болды. Дәл солардан, сахабалардан көрген табиғиндер де сондай, солардың тәлім тәрбиесін алып, ізгілікте, жақсылықта алдына ешкімді жан салған жоқ. Осындай бір ұлы дәрежелерге сол Алла елшісіне еру арқылы, жақсылармен дос болу арқылы, осы тарихта өткен ізгі кісілер осындай дәрежеге жақсы ортамен бірге болу арқылы не істеген еді, жеткен еді. Енді қарап тұратын болсақ, әр адамның, әр қайсымыздың жүрегіміздің түбінде тіпті өзіміз аңғара бермейтін, біле бермейтін кемшіліктер мен дерттер болады. Әр бір адамның жүрегінде өзі аңғарып біле бермейтін бір кемшіліктер мен дерттер болатыны анық. Оларды айтып өтетін болсақ, ол рия, яғни мақтаншақтық, қызғаныш, екіжүзділік, менмендік, өзімшілдік, сараңдық сынды тағы да басқа жаман қасиеттер адамның жүрегін қарайтып, не істейді, мінезін құртады. Бойымыздағы осы өзіміз байқамайтын менің мінезім сондай, немесе табиғатым сондай деп жүрген бір сырттан келген жабысқан жаман мінездер, жаңағы мақтаншақтық болсын, қызғаншақтық болсын, екіжүзділік, менмендік, өркөкіректік, өзімшілдік деген нәрселердің барлығы адамның мінезін құртатын нәрселер. Осылардың барлығын кейбір кезде не істемеуі мүмкін, адам өзі аңғармауы мүмкін. Осы бір бойдағы кемшіліктерді тек қана бір тап-таза тура айнаның алдында тұрып қана көре аламыз. Осындай бойымыздағы кемшіліктерді таза тура айнаның алдында ғана анық көруге болады. Сол секілді мүмин адамның да өзінен иман мен көркем мінез тұрғысынан анағұрлым күшті, шыншыл, ықыласты болған, әрі дұрыс бағыт бере алатын насихатшысы, досы болғаны жөн. Әрбір мүминге дұрыс бағдар бере алатын, иман тұрғысынан өзінен анағұрлым қуатты, шыншыл, ықыласты досы болғаны жөн екен. Бойындағы жақсы қасиеттері мол адамның қасында жүріп, оның берген бағдары мен айтқан насихатына құлақ түргенде ғана не істейді? Адам сол бағанағы айтқан жүрегінің дерттерінен, жүректегі не істейді? Арылатын болады. Жаңағы пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, мұсылман мұсылманның айнасы дейді. Осы жерде де осы нәрсені біз меңзеп айтқан болатынбыз. Өйткені жаңағы өзіміз кейде байқамай жүрген бойымыздағы кемшіліктеріміз болады. Жаңа екіжүзділігіміз, менмендік, өзімшілдік, сараңдық, тағы басқа мақтаншақтық деген нәрсені байқамай, көрмей жүреміз. Көрсек те елемей, бәлкім менің бұл мінезім шығар деген нәрсемен жүрген уақытта бізді сол түзейтін, туралыққа бастайтын, бізге қасымызға кім керек болады екен? Дос керек болады екен. Әрдайым сені тақуалыққа шақырып тұратын, бойыңдағы жаман қасиеттерді, әдет қылықтарды паш етіп бетіңе айтатын, соны түсіндіретін, соның дұрыс емес екеніне бағыт бағдар бере алатын достың
болғаны әр адамның жанында сондай не екен, жақсы екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Мұмин, яғни мұсылман, мұсылманның айнасы деді. Мұсылман мұсылманның айнасы. Бұл жерде, құрметті бауырлар, айтып кететін нәрсе, яғни қандай да бір бауырымыздың бойынан бір кемшілікті көріп қалатын болсақ, оны жаңағы ел халықтың алдында жар салып айту деген нәрсе емес. Насихат деген олай жасалмайды. Бойындағы менмендік, қызғаншақтық, екіжүзділік деген сияқты, немесе мақтаншақтық деген сияқты бауырыңыздың бойынан көріп қалатын болсаңыз, оған жаныңыз ашып соны түзеймін деген ниетіңіз болатын болса, міндетті түрде не істеңіз, оған насихат ретінде жанашырлықпен айтыңыз. Егер ол нәрсені елдің алдында абыройын төгіп айтатын болсаңыз, ол міндетті түрде кері эффектісін береді. Адам жаңағы өзінің өр көкіректігіне, тәкаппарлығына салынып, сол сізге дос болып жүрген қасыңыздағы кісі сол нәпсісін жеңе алмай, әп-сәтте сізге дұшпан болып кетуі мүмкін. Сол себепті, құрметті бауырлар, бірінші кезекте не істеу керек? Адамның жүрегінде сол бауырына, досына деген жан ашырлық болу керек. Оған бір насихат айтайыншы, оны бір дұрыс жолға салайыншы деген ниет болатын болса, міндетті түрде иншалла сол ниетке Алла тағала жеткізеді және нәтижесі де сондай болады. Ибн Искандари былай дейді: руханияты жаныңды шаттандырмайтын және айтқан сөзі сені Алла тағалаға жетелемейтін адаммен ешқашан дос болма деп ескертеді. Енді осы жаман дос жайында Алла тағала қасиетті Құранда Фурқан сүресінде Астағиду билла Я вейлата лейтани лам аттахид фуланан халила лақад адаллани ани зикри бa'да из джаани ва кана шайтану лил инсани хадула. Дүниеде жаманшылықта дос болғандардың жағдайын Алла тағала ақыреттегі жағдайын осы Құранда келтіреді. Яғни шайтанның жолында, күнәда, Алла тағалаға бағынбауда, осындай жаман істерде бір-бірімен дос болған, роднойым деп жүрген, бауырым деп жүрген адамдардың сөзін ақыреттегі Алла тағала Фурқан сүресінің 28-29 аяттарында былай деп келтіреді. Қап әттеген ай деген өкініш не істейді? Адамның өзегін сол күні өртейді екен. Пәленшені дос тұтпағанымда ғой. Ол маған жеткен зікірден, яғни осы Құраннан қасиетті, мені алыстатты ғой. Ал шайтан сөз жоқ, адам баласын азғырушы ғой деп ақырады екен, өкінеді екен. Қап әттеген ай деген өкініш сол уақытта келеді дейді. Пәленшені дос тұтпағанымда ғой. Қараңыз, қандай да бір күнәлі істе сіз біреумен жолдас болып, дос болып, араңыз ажырамай жүретін болса, ол дос ақыретте сізді тастайтын, сататын дос болады. Өйткені Құдай тағаланың есеп қисабында тек қана әркім өз-өзін ғана ақтайды. Иллал муттақин деп Алла тағала келесі аяттарда айтқандай, тақуалардан басқасы Алла тағаланың құзырында ертең қияметте бір-бірімен дос болмайды, бір-бірінен теріс айналады дейді. Сол себепті достық тек қана тақуалықта негізделуі қажет. Тақуалықта негізделуі қажет. Басқа бір аятта Алла тағала олар біздің алдымызға келген шақта өз досына, әттең екеуміздің арамызда шығыс пен батыстай алшақтық неге болмады екен сол дүниеде? Сен қандай ғана жаман жолдас едің дейтін болады. Енді бірақ Алла тағала айтады, сол уақытта өкінбе, ол сендерге ешқандай пайда бермейді. Өйткені сендер сол уақытта зұлымдық істедіңдер, енді азапты да бірге тартатын боласыңдар дейді. Сол қияметке қалдырып, ақырып, бармақ тістеп жатқанша, осы дүниеде кім кіммен дос болып жатыр? Қарым қатынасы
қалай құралып жатыр, сол нәрсеге мән беріп қарағанымыз өте абзал болады екен. Демек, Алла тағаланың жолынан адаспай тура жолда жүремін дейтін жандарға жаман кісілермен, жамандық жолында жүрген кісілермен қарым қатынас жасауға болмайды. Олардың дегендеріне ілесуге болмайды. Өйткені мұсылман адам ол Алланың адамы, ол ақыреттің адамы. Ал Құдай тағалаға қарсы шыққандар осы дүниенің ғана адамы. Сол себепті мына аяттарда айтқандай, қабат деген ай пәленшені дос тұтпағанымда ғой деп ақырып өкінбеу үшін осы дүниеде кіммен дос болып жүрміз, соған өте қатты мән бергеніміз жөн болады. Әл-әхилләу яума идин бa'духум ли бa'дин адуун иллал муттақун. Енді біз дүниеде достық неше түрлі нәрсеге құралған. Біреулер бір-біріне қажет болғандықтан не істейді? Дос болады. Біреулер бір бала кезінен бір аулада, бір жерде өсіп дос болады. Біреулер бір жұмыс бабымен дос болады. Біреуге біреудің мансабы қажет болғандықтан дос болады. Біреуге біреудің бір демеуі қажет болғандықтан дос болады. Бірақ осы достықтың барлығы егерде тақуалыққа негізделмеген достық болатын болса, қиямет күні ол міндетті түрде дұшпандыққа айналады. Бұл жайында жаңағы оқыған аятымызда Зухруф сүресінде Алла тағала достардың тақуаларынан басқасы сол күні, яғни қиямет күні бір-біріне дұшпан болады дейді. Тақуалыққа негізделген достық қана, яғни тек қана Алла үшін деген достық қана не істейді? Бір-біріне сол қиямет күні пайда бере алады. Ал басқа осы бизнес үшін, мансап үшін, атақ үшін, немесе бір мәселелерін шешіп алу үшін дос болып жүрген кісілер, ақыретке бармай қойық. Осы дүниенің өзінде бастарына қиыншылық түссе, жаңағы бетперделері шешіліп, не істеп кетіп жатыр? Бір-бірін тастап кетіп жатыр. Сол себепті достықтың ең шынайылығы және шыңы кім үшін дос болу? Алла үшін дос болу. Достықтың шыңы осы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен Абу Бәкірдің достығын қарайтын болсақ, бұл енді достықтың шыңы еді. Өйткені Абу Бәкір, Алла тағала о кісіден разы болсын, Пайғамбар алейхиссалату вассалам мен ислам келмей тұрып та не еді? Дос еді. Ислам келгеннен кейін тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай сөз айтпасын, Абу Бәкір еш қандай ойланбастан оны мақұлдай беретін. Оны мақұлдап, Мұхаммед айтса рас айтты, Мұхаммед айтса шын айтты дейтін еді. Сол себепті де Абу Бәкірдің Сыддық деген лақапқа ие болуы тірі кезінде осы себепті. Пайғамбарымызбен шынайы достығының себебінен Алла үшін болған, және де Пайғамбар алейхиссалату вассаламның әрдайым сөзін екетпей орындағандықтан, бұл не нәрсе дейтін болса, бұл Аллаға және оның елшісіне деген махаббаты. Бұндай достық, енді бұл достықтың шыңы. Алла үшін бір-бірін жақсы көру деген нәрсе. Ал сол Абу Бәкір Сыддық, шыншыл деген атаққа не істеді? Пайғамбарды жақсы көру арқылы не істеген еді? Иеленген еді. Абу Имран бір күні мен Абу Зарға келіп, оның жалғыз өзі мешітте отырғанын көрдім дейді. Мен ол кісіден сіз неге бұлай жалғыз отырсыз деп сұрадым. Сонда ол нашар достардан гөрі жалғыздық артық деп айтты дейді. Ал жалғыздықтан гөрі жақсы достар артық деп айтты дейді. Адам бағанаға айтқандай, адамның күні адаммен. Жалғыз өзі өмір сүре алмайды. Адам көпшілікпен ғана адам бола алады, адам көпшілікпен ғана өмір кеше алады, өмір сүре алады.
Сол себепті біреу ақ, біреу қара, біреу қисық, біреу түзеу демей, адам не істеу керек? Қоғаммен сіңісіп өмір сүру қажет. Ал сол қоғамның ішінде, сол көпшіліктің ішінде өзіне әрдайым жақсылыққа бағыттап тұратын, туралыққа бағыттап тұратын, Алла тағаланы есіне түсіріп тұратын досты таңдау өте маңызды екен. Өзінен қарағанда иман тұрғысынан, ықылас тұрғысынан, білім тұрғысынан, жомарттық тұрғысынан, қай тұрғыдан болмасын, жақсы ізгі қасиеттері өзінен қарағанда жоғары адамды дос тұту, ол өте бір жақсы нәрсе. Өйткені сен қателескен кезде не істейді? Өзіңнен ықыласты досың болатын болса, өзіңнен тақуарақ досың болатын болса, ол міндетті түрде сен шалыс басып қателесіп жатқан кезде сені Алла тағалаға қайтарып отырады. Сені міндетті түрде не істейді? Ол адам түзеп отырады. Сол себепті осы дұрыс дос таңдау деген нәрсе өте маңызды екен. Ибн Касир жаңағы аятқа байланысты былай деп айтқан екен: Алланың разылығы мақсат етілмеген достық қиямет күні не істейді? Дұшпандыққа айналады дейді. Бағанағы айтып кеткендей ғой, тек қана Алла тағаланың разылығы үшін дос болғандар мәңгілік дос болып қала береді. Күнімізде родной, сен үшін до конца тұрамын деген сөздер бар ғой, айтады ғой. Осы сөздердің барлығы далбаса ғой. Ол ақырет қияметке бармай қойып, осы дүниенің өзінде сол родной, золотой, дорогой болып жүргендер басына біреуінің қиыншылық келген кезде не істейді? Бір-бірін таппай қалады, бір-бірін тастап кетеді. Ол осы дүниенің өзінде сондай. Өйткені ол не үшін родной болып жүр? Не үшін жаңағы бір-біріне жақын дос болып жүр? Бір-бірінен пайда көру үшін ғана, осы дүниелік мақсатта ғана дос болғандықтан оның достығы не болмайды? Мардымды болмайды, ұзақ болмайды. Ал Ибн Касир не дейді мына аяттың тәпсірінде? Алланың разылығы мақсат етілген достық қана шынайы достық болады, және бұл достық мәңгі достық болып қалады дейді. Яғни сол дүниеде дос болса, ақыретте де иншалла екеуі дос болады дейді. Яғни мәңгілік жәннатта бірге болады деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Анас ибн Маликтен қателеспесем жеткен хадисте не дейді? Адам өзінің сүйгенімен бірге болады дейді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады дейді. Анас ибн Малик айтады, бізді жаңағы сол сөзді пайғамбарымыздан естіген кезде одан артық қуанған кезім болған жоқ дейді. Өйткені бұл бізге деген өте үлкен жұбату еді дейді. Өйткені мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды өзімнен де қатты артық жақсы көретін едім дейді. Сол сияқты мына аятта айтылғандай, күнде жаңағы бір-бірімізге жаңағы доспыз, пәленбіз, түгенбіз деп жүріп, бірақ та мақсатымыз Алла болмайтын болса, бір-бірімізге көздеген, діттеген бір мақсатымыз ана жерде маған мынау керек болады ау деген мақсат болатын болса, сол керек болатын жерге дейін ғана біздің достығымыз барады. Сол керек болатын жерге дейін ғана не істейді? Біздің достығымыз барады. Егер сіздің достықтағы мақсатыңыз Алла, мәңгілік ақырет болатын болса, ол достығыңыз иншалла сол мәңгілікке барады. Яғни ақыретте де, жәннатта да сіз не істейсіз? Дос боласыз. Оған дәлел мына аят болып тұр. Достардың тақуаларынан басқасы қиямет күні бір-біріне дұшпан болған күйде келеді дейді. Осы нәрсе. Достық дегенде, құрметті жамаат, бұл өте маңызды нәрсе. Адам доссыз өмір сүре алмайды. Әрқайсымыздың жақсы көретін жоқ дегенде бір-екі досымыз бар. Шынайы дос өзі біреу немесе екеу болады. Одан артық дос болмайды. Дұрыс қой ағалар, сіздер білесіздер ғой, қаншама деген өмір сүрдіңіздер, көрдіңіздер. Достың шынайысы өзі бір немесе екі-ақ дос болады. Қандай қиыншылық болмасын, әйтеуір қасыңнан табылатын, барынша сөзбен де, іспен де саған жәрдем беретін, сен қиналсаң әйтеуір жаныңнан табылып тұратын, ол қиналғанда сен жанынан табылатын, сондай бір достар шынайы не болады? Санаулы ғана болады өзі. Ал басқа жаңағы өзінің бір діттеген мақсаттары, көздеген пайдалары бар достар, сол пайдасына жеткенге дейін не істейді? Сізбен дос болады.
Одан кейін сол жерде оның достығы бітеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы достыққа қатысты тағы да айтады ғой, жақсы дос пен жаман достың мысалын келтіріп, ол жаңағы әтір сатушы мен темір ұстасының мысалын келтіреді. Әтір сатушының жанына барсаң, ол саған жаңағы әтірін сыйлыққа береді, я бермесе де жанында тұрған үшін жаңа үстіңе жақсы иісі сіңіп қайтады. Яғни сол жақсылықтың несін бір ұшқыны саған келеді деген сөз ғой. Ал темір ұстасының қасына баратын болсаң, сенің үстіңді күйдіреді ана шоқ ұшқан. Немесе сол жаман иіс не істейді, үстіңе сіңіп қалады дейді. Сол себепті жаңағы жаман дос пен жақсы достың мысалын пайғамбарымыз осылай келтіріп жатыр ғой. Қалай да болмасын, дос деген нәрсе ол адамның өміріне өзінің рөлін атқармай қоймайды. Жоқ дегенде әйтеуір бір ұшқыны тиеді. Жақсы дос болатын болса, оның жақсылығынан сіз иншалла қолданасыз. Оның бір жақсылығын бойыңызға сіңіресіз. Егер жаман дос болатын болса, сізді әрдайым күнәға сүйреп тұратын, анда шақыратын, мында шақыратын, ұрлыққа, қарлыққа, зинаға, ішімдікке шақыратын дос болатын болса, сен қанша ішпеймін десең де, зина жасамаймын десең де, күндердің бір күні ере берсең, соған сен де барасың. Сол себепті жаман дос пен жақсы достың мысалын пайғамбарымыз осылай келтіріп жатыр. Лұқман Хаким өзінің баласына айтқан өсиетінде былай дейді екен: балақайым, иман нығметінен кейін ең ұлы амал ол шыншыл дос табу. Иман нығметінен кейін ең ұлы амал ол өзіне шынайы болған дос табу. Шыншыл дос ол үлкен бір жеміс ағашы секілді. Отырсаң саған көлеңке болады, жемісі сен үшін тағам болады, еш пайда бермегеннің өзінде саған ешқандай зиян келтірмейді дейді. Лұқман Хакимнің несі, даналығы үлкен бір жеміс ағашқа не істеп жатыр, жақсы досты теңеп жатыр. Отырсаң саған не болады дейді, көлеңке болады, жемісінен жей аласың, тіпті саған ешқандай пайда тигізбесе де өзінің зиянын саған тигізбейді дейді. Жалпы мұсылман адам осындай болуы керек. Адамдарға пайдалы болуы керек. Пайдасын тигізбесе, зиян ол мұсылманнан шықпау керек. Мұсылман деген өзі сәлим деген сөзден шығады ғой, аманшылық деген сөзден. Бізден тек қана амандық шығу керек. Бізден жаңа қауіп қатер ешкім көрмеу керек. Біздің табиғатымыз сол. Муслим деген сөздің өзі сол да. Бізден тек қана не шығу керек? Амандық шығу керек. Жаңағы бір үлкен мәуе жеміс ағаш сияқты болуымыз керек біз. Адамдар келіп отыратын болса, көлеңкемізде саялап демалатын, немесе жемісімізден жұлып жейтін, немесе оған бір ешқандай зиянымыз тимейтіндей дәрежеде болуымыз қажет, құрметті жамағат. Омар ибн аль-Хаттабтың да мынандай сөзі бар: иман нығметінен кейін ең ұлы нығмет ол шыншыл, шынайы болған дос табу. Кімде-кім сондай дос табатын болса, одан ажырамасын дейді. Алла тағала берген иман деген нығметтен кейін, иман деген ең ұлы нығметтен кейін қандай нығмет дұрыс дейтін болса, жақсы дейтін болса, Омар айтады, ол шынайы, жақсы болған досты табу. Кімде-кім бұндай досты тапса, одан ешқашан ажырамасын дейді. Сол сияқты Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Кахф сүресінде бұйырып былай дейді: бір Алланың ғана разылығын қалап, Раббыларына ертелі кеш дұға жасап, жалбарынатын мүминдермен бірге болуда барынша сабырлы болып, табандылық таныт деп елшісіне үйретіп жатыр. Қу тіршіліктің сан салтанатына аңсарың ауып, әлгі адамдардан көз жазып қалушы болма дейді. Бізді еске алмайтындай етіп өзіміз қаперсіз еткен, нәпсінің қалауына ерген, әрі бүкіл ісі шектен шыққан әлдекімге ерме деп жатыр.
Алла тағала өзінің пайғамбарына кіммен қандай адамдарымды дос тұту керектігін өзі үйретіп жатыр ғой. Пайғамбарымызға не дейді? Кіммен қандай адаммен дос болу керек екен Алла тағала өзі нұсқап, өзі үйретіп жатыр. Ибн Аббастан жеткен риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: достарымыздың қайсысы хайырлы деген сұрақ қойылады ғой енді пайғамбарға. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ондай адамды көрудің өзі саған Алланы есіңе түсіреді. Оның айтқан сөздері ізгі амалдарыңды арттыра түседі. Ал оның жасаған амалы саған ақыретті есіңе түсіреді дейді. Қараңыз, кейбір адамдар бар ғой, көрсең тура осындай адамдар болады өзі. Ондай адамды көрудің өзі не істейді дейді? Саған Алла тағаланы есіңе түсіреді. Оның айтқан сөздері ізгі амалдарыңның артуына себеп болады. Яғни оның айтқан насихаты, уағызы сені бір ізгі амалдарды істеуге не істейді? Итермелейді. Ал оның жасаған амалы саған ақыретті есіңе түсіреді дейді. Яғни жақсы дос, қайырлы досты пайғамбарымыз осылай не істеп жатыр? Сипаттап жатыр. Омар ибн аль-Хаттабтан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алла құлдарының арасында бір топ бар. Олар пайғамбарда, шахидтерде емес. Олардың қиямет күні Алла тағаланың алдындағы дәрежесі жоғарғы болатыны соншалық, пайғамбарлар да, шахидтер де оларға қызығатын болады дейді. Сонда қасындағы сахабалары: я Расулалла, олар кім екен, айтыңызшы бізге деп енді қызығушылық пайда болады ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: олар араларында ешқандай туыстық қарым қатынас және бір-біріне деген жаңағы дүние мүлік бережек, жаңағы дүние мүлкі болмаса да Алла тағаланың разылығы үшін бір-бірін жақсы көргендер. Ешқандай туыстық қарым қатынасы жоқ, дүниелік те қарым қатынасы жоқ, бірақ тек қана Алла тағаланың разылығы үшін не істейді? Бір-бірін жақсы көретін адамдар. Аллаға ант етемін, олардың жүзі нұр, халық қорыққанда, ренжігенде олар қорықпайды және ренжімейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Юнус сүресіндегі мына аятты оқиды: біліп қойыңдар, расында Алланың достарына ешқандай қауіп те, қатер де жоқ, және олар әсте мұңаймайды да, қайғырмайды деген аятты оқиды. Имам Шафиғи былай дейді: сенің имандылық жолында досың болса, оған мықтап жармас. Өйткені ондай жолдас табу қиын, жоғалту оңай дейді. Енді осы шынайы достық пен бауырмашылдықтың жемістері не дейтін болсақ, соған қысқаша, уақытымызды аз қалды ғой, тоқталып кететін болсақ, біріншісі, бұның жемістері Алла тағаланың махаббаты не істейді? Нәсіп болады. Достық шынайы болатын болса, Алланың махаббаты сол кісілерге нәсіп болады. Құдси хадисте айтылғандай, кімде-кім менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көрсе, яғни бір отырыста болу болса, мәжілістес болатын болса, бір-біріне зиярат жасаса, бір-біріне жәрдемдессе, менің махаббатым оларға нәсіп болады дейді. Екіншісі, Алла тағаланың құрметіне ие болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде кімде-кім біреуді Алланың разылығы үшін жақсы көрсе, дәрежесі көтеріледі дейді. Үшіншісі, Алланың аршысының көлеңкесінде болады. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: Алла тағала қиямет күні былай деп айтады: менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендерге бүгін ешкімге көлеңке, сая нәсіп болмаған күні соларға көлеңке нәсіп болады дейді. Яғни мен үшін бір-бірін жақсы көргендерге қияметтің күні ешкімге көлеңке нәсіп болмаған уақытта сол кісілерге, яғни мен үшін бір-бірін жақсы көрген кісілерге көлеңке нәсіп болады деп жатыр. Төртіншісі, иман ләззатын сезеді. Тағы да Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз: кімде-кім иманның ләззатын сезінуді қаласа, Алла разылығы үшін бір адамды жақсы көрсін дейді. Иманның ләззатын сезуді қалайтын болса, Алла тағаланың разылығы үшін бір адамды жақсы көрсін дейді.
Бесіншісі ол иманы кемел болады. Абу Умама Бахилиден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім Алла разылығы үшін жақсы көрсе, жек көретін болса, садақа берсе, бас тартса, иманның кемелдігінің белгісі дейді. Яғни қандай да бір амалды жасайтын болса, жақсы көруі де, жек көруі де, берген садақасы да, бір нәрседен бас тартуы да тек қана Алланың разылығы үшін болатын болса, ол оның иманның кәмілдігінің белгісі дейді. Алтыншысы, ол адам жәннатқа кіреді дейді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіңдер. Яғни сенбегенше, иман келтірмегенше жәннатқа кірмейсіңдер. Және де бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше толық иман келтірмейсіңдер дейді. Бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше толық иман келтірмейсіңдер. Бір-бірлеріңді жақсы көруге апарар жолды көрсетейін ба дейді пайғамбарымыз. Сіз не деп ойлайсыз мысалға? Бір-бірімізді жақсы көруге апаратын жол не деп ойлайсыз? Кім біледі? Бір-біріміздің арамызда жаңағы махаббатты, сүйіспеншілікті арттыратын жол, арттыратын амал не нәрсе? Кім біледі? Ау, сыйласу? Жоқ, одан да жеңіл нәрсе ол. Пайғамбарымыз одан да жеңіл нәрсені айтып тұр. Мына хадистің басын қараңызшы. Адам иман келтірмейінше жәннатқа кірмейді дейді. Ал бір-бірін жақсы көрмейінше толық иман келтірген болмайды дейді. Енді сол бір-біріңді жақсы көруге апаратын жолды көрсетейін ба дейді. Сол қандай жол, не нәрсе, қандай амал дейтін болса, пайғамбарымыз араларыңда сәлемді жайыңдар дейді. Ассалаумағалейкум деп бір-бірімізбен бірінші болып амандасу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі не істейтін еді? Бірінші амандасатын еді ғой. Кез келген бала болсын, үлкен болсын, кіші болсын, баршасымен не істейтін? Бірінші болып пайғамбарымыз амандасатын еді. Бірінші болып жақсы мәміле құру, күліп амандасу арамызда бір-бірімізге деген сүйіспеншіліктің, махаббаттың оянуына себеп болады. Қасиетті Құрандағы Шуара сүресіндегі дұғада: «О Раббым, маған даналық, парасат бағыштап, мені жақсылар қатарына қоса көр» деп мүминдер не істеу керек? Дұға қылу керек. Сол сияқты, ей Аллах Тағалам, бізді мұсылман күйімізде жанымызды ал, мұсылман күйімізде тіріліп, салихалы жандармен бірге болуымызды нәсіп ет. Күнәға батқандардан, бүлікшілерден қашық ет деп дұға қылу баршамызға міндет екен. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк, бирахматика я архамар.